балаға берілетін негізгі тәрбиенің тұтқасы ата-анаға қарайласу, туған-туысқанмен байланысты үзбеу, айналасындағы көрші-қолаңдар мен жолдас-жораларын сыйлауда деп білетін. Туысқанымен ат құйрығын кесіп, бір-біріне тоң теріс болып қалған ағайындардың жарасын екі бауырдың арасында қалған нәрсе деп емес, қалың қазақтың, күллі халықтың жан жарасы деп ұғынған. Демек, бабаларымыздың ұрпақтарына өнеге етіп қалдырған бұл тәрбиенің түп негізі ислам қағидаттарынан нәр алғанын байқаймыз. Байқасақ, адам баласының күнделікті тұрмыс тіршілігімен қатар алып жүретін құлшылықтарының арасында туыстық қарым-қатынастың аталуы да жайдан-жай болмаса керек. Осылардың барлығын тереңнен ұғынған дала қазағы ұшса сұңқардың қанаты талып, шапса тұлпардың тұяғы тозатын ұлан байтақ жерде, барыс-келіс, алыс-беріс қиын болып тұрған шақтың өзінде туыстық қарым-қатынасты бекем ұстаған. Туысшыл, көпшіл болудың нәтижесі ретінде ата тегі мен шежіресіне аса мән берген.